Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге шарлотка пирогының рецептімен бөлісетін боламын. Ыдысымызға 5 жұмыртқаны салып, миксермен араластырамыз. Үстінен 1 кесе қантымызды салып, масса 2 есе ұлғайғанша миксерлейтін боламыз. Үстінен күнбағыс майын құямыз. Ұнымызға қопсытқыш салып, електен өткіземіз. Осындай лопаткамен араластырамыз. Дайын болған массамызды май жағылған тапаға осылай құйып шығамыз. Алмамызды осылай жіңішке етіп турап алып, үстіне қойып шығамыз. Енді тапамызды 180 градуста қызып тұрған пешке салып пісіріп аламыз. Мінекей біздің шарлотка пирогымыз дайын болды. Өте жұмсақ болып шығады. Сіздер де үйде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.